Қауынның адам денсаулығына пайдасы. Адамдар көбіне екіге бөлінеді. Біреулері қарбызды ұнатса, екіншілері қауынды жақсы көреді. Ал біздің бұл жазбамыз қауын туралы болмақ. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары да өте көп. Оларды білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қауын төмен калориялы жеміс түрі. Оның 100 граммында небәрі 33 калория болады. Сондықтан оны артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер етеді. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құм шығарады. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетіңізді қатайтады. Жүрек қан тамыр ауруларының да алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жазда шөлге жақсы. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш ішек жарасынан зардап шекетіндерге де қауын зиян. Сондай-ақ ішек бұзылуында да қауынды көп жемеген абзал. Қауынның құнарлығы және қалай дұрыс жеу керек. 100 грамм қауында 34 калория бар. Қауынды негізгі астардың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын және 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазанда ауырлық сезімі пайда болады. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген жөн. Тәтті әрі піскен қауынды қалай таңдау керек? Қауынның түсі өз сұрпына сай болу керек. Егер сыртында жасыл тұстары болса, піспегенін аңғартады. Ал қауынның кейбір сұрыптарында өзіне тән жасыл жолақтары болады. Қауынның сыртын жақсылап қараңыз. Ол бүтін, қара дақтарсыз, сызатсыз болу керек. Сонымен қатар жарылған жерлері болмауы тиіс. Қауында бактериялар тез көбейеді. Сондықтан үнемдеу үшін бөлінгені қауынды алудың қажеті жоқ. Қауынның қабығын басып көріңіз. Ол қаттылау болу керек. Бірақ тым жұмсақ немесе тым қатты болса, басқасын таңдағаныңыз дұрыс. Қауын піскен кезде оның қабығының жасушаларына қаттылық беретін протопектин пектинге айналып, қауынның мәйегін жақсартады. Қарбыз таңдағандағы сияқты қауынның да сыртын алақанмен ұрып көру керек. Егер қатаң дыбыс шықса, піскенін аңғартады. Қауын қаншалықты жақсы піссе, оның құрамында хош иіс беретін заттар да соншалықты көп болады. Сондықтан әбден піскен қауынның иісі мұрын жарады. Одан ананас, ваниль және алмұрттың аралас иіс шығады. Жолдың бойында сатылатын немесе жерде жатқан қауындарды сатып алмағаныңыз дұрыс. Себебі қауынның сырты жұқа әрі нәзік болғандықтан токсиндер, ауыр металдар және басқа да улы заттарды жылдам сіңіріп алады.